Қазақстандағы берешегі бар адамдардың саны 6 миллионға жеткен. Бұл жағдай кез келген мемлекетті бір күні құлатады. Қазақ халқының әлеуметтік жағдайы Африка елдеріндегі әлеуметтік жағдаймен бірдей деуге бола ма? Иә, мемлекет өте қиын жағдайда. Бюджетте ақша жоқ. Ұлттық банктың базалық ставканы жеткіліксіз деңгейде төмендете алмауына не себеп? О адамдарға қорған қақпан. Бұл 85 мың теңге қазіргі халықтың әлеуметтік жағдайын толықтағы қамтамасыз ете ала ма? Менің ойымша жетпейді. Кәдімгі жетпейді. Ол 10 күнге жетері мүмкін. 7 күнге жетуі мүмкін. Не үшін қымбатты? Ресейге біз тәуелдіміз азық-түлік бойынша. Сен жемқорлықты жоюға нақты қанша жыл керек деп ойлайсың? Жемқорлықты 1-3 айдың ішінде толық жоқ қылуға болады. Қазақстан жарқын болашаққа жету үшін не істеу керек? Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бағдар YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бүгін біз экономика туралы, елдің, халықтың әлеуметтік жағдайы туралы сөз етпекпіз. Бүгін біздің спикер, сауатты экономист маман Айбар Олжай. Айбар мырза, сұхбат беруге келіскеніңізге, бет-жүз көріскеніңізге мың алғыс. Енді сіз жалпы қаржылық журналистика саласында жазып жүрген сауатты мамандардың бірі әрі бірегейсіз. Жалпы халықтың қаржылық сауаттылығы қай деңгейде? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы бұның өзінің бір өлшемі бар негізі. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бар. КНРда деп қысқартып атса болады. Сол жыл сайын қаржылық сауаттылық индексін шығарады. Ол жаңағы зерттеу жасайды, әлеуметтік сауалнама жүргізеді. Сол жылына бір 0,3%-дан халық қаржылық сауаттылық кішкене артып келе жатқанын байқалады. Соның динамикасына қарасақ, мысалы 60% деңгейінде ма, сонда индекс өзі бар. Менің ойымша енді бізде аймақтар бойынша диспропорция көп. Мысалы, орталық Алматыны алсақ, Алматы Астанада кішкене қаржылық сауаттылық деңгейі жоғарылау. Бұл жақта енді қаржылық орталықтар бар, банк бар, сосын адамдар кішкене жаңағы ақпарат көбірек алады деген сияқты. Ауылдық аймақтарда, әсіресе интернет кішкене көп ұстамайтын жерлерде, оңтүстік жерлерде, батыс аймақтарда қаржылық сауаттылық деңгейі төменде. Сол үшін жаңағы алаяқтар, түрлі қаржылық жаңағы махинациялар жүріп жататын адамдардың алданып қалатын көп жері сол жақтада. Сосын проценттік кредит бойынша жаңағы үстемақы төлеу бойынша сол жерде адамдар кішкене шатасып қалып жатады да. Сол кезде көп проблемалар туындайды. Сондықтан бізде бұл негізгі бірінші проблемамыз осы қаржылық сауаттылық. Жақсы, енді сізді енді ұстаздық, негізгі қызметіңіз ұстаздық, түрлі білім ошақтарында сабақ бересіз. Енді сіз экономика туралы сараптамаларым жүрегімнің жұмысы дедіңіз. Енді сіздің жүрегіңіздің жұмысына біздің халықтың көңілі толады. Ал жалпы елдің экономикалық қадамдарына сіздің көңіліңіз толады ма? Енді мен негізгі өзім жұмысым бар, кәдімгі жұмыс. Мен ұлттық банктің еншілес ұйымы бар, Қазақстанның орнықтылық қоры. Сол жерде пиар менеджер болып қызмет етемін. Өзімнің негізгі салам, коммуникация, ол мен негізгі салам өзімнің. Одан бөлек жазғандарым, ол менің хоббиім. Енді ол мен көп жылдар қаржылық салада жұмыс істеп кеткендіктен, енді қаржы экономика жағын кішкене өзімде білуге талпынамын, білгенін жаңағы халыққа жеткізуге талпынамын. Біздің еліміздің енді экономикалық бағдар болғанда, біздің еліміз көп фундаменталды факторлардың қазір құрбан емес, жаңағы кепілі отқан көремізде. Ол ең бірінші біздің геосаяси жеріміз, біздің территориалдық фактор, біздің әлемдік мұхитқа шыға алмауымыз, тікелей бізде жол жоқ әлемдік мұхитқа. Екіншісі біздің жаңағы бізді қоршап тұрған көршілердің амбициялары мен олардың жаңағы санкциялық түрлі проблемалары, ол да бар. Сондықтан бізге негізі қазір ішкі диверсификация мәселесі өте қиындау болып тұр. Бізге негізі идеалды экономика кезінде біздің ішкі өндірісіміз дамып, өзімізге қажет тауарларды өзіміз өндіретін жағдайда болу керек едік. Біз өкінішке орай тек қана шикізаттық база, шикізат өндіретін мемлекет, шикізатты дайын жаңағы шикізат өндіріп сатамыз. Одан басқа елдер дайын өнім өндіреді, одан кейін дайын өнімдерді қайтадан бізге сатады, қымбат қосымша құн бағасымен. Сондықтан біз осы экономиканың осы процесіне әлі жете алмай кетірміз. Ол шикізаттан қосымша үстіне құны жоғары дайын өнім шығару. Сондықтан мен көңілім толмайтын осы, біз шикізаттан кете алмай отырғанымызға менің көңілім толмайды. Оған нақты қандай қадамдар жасау керек, және ол деңгейге жету үшін әлі Қазақстанға қанша жыл уақыт керек болды? Біз 30 жыл уақытымызды құртып алдық. Негізі біздің индустриализация деген, естеріңізде болса, үдемелі индустриялық инновациялық даму деген керемет бір бағдарлама болған. Негізі бізде бағдарламаның бәрі идеялар дұрыс болды.
Бірақ бізді бір ғана фактор құртты. Біз кәдімгі құртқан нақты фактордың аты бар, ол жемқорлық. Ол жаңағы оған ақша бөлінді. Зауыттар салуға, инвестицияларға келді негізі бізде бірдеңке бір өнім шығарамыз деген ойлар болды. Бірақ ең арты сол ақшаны жеумен, берілген ақша талан-таражға түсіп, бір олигархтардың қалтасында, бір әулеттің қалтасына кетіп қалып, соның барлығы қағаз жүзінде қалып қалды. Сондықтан біздің индустриализация өз кезеңі бар еді, кезегі бізге келген 2000 жылдар. Сол көштен қалып қалдық. Өзіміздің кесірінен, оған өзіміз ғана кінәліміз, жаңағы билік режимін таңдаған өзіміз кінәліміз, соған көз жұма қараған өзіміз кінәліміз. Бәрі уақытты жіберіп алдық. Енді тағы 30 жыл. Бірақ енді біз 30 жыл енді орнына келеміз десек, басқа әлем мүлде алдыға жылжып кетеді. Әңгіме сонда болып тұр. Сондықтан біздің шығаратын тауарларымыз қаншалықты әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті деген сұрақ бар. Екінші жарайды. Екінші, товар шығарсақ, оны өзіміз тұтынамыз ба деген сұрақ бар. Бізге сол өзіміз тұтынатындай деңгейге жету керек, өзіміз шығаратын тауарды. Ол үшін енді қазір егер жемқорлық факторы жойылатын болса, онда бір алдағы 10 жылда бірдеңке істеуге болады. Негізі инвестицияға табуға болады ақша. Ұлттық қорда бар ақша бар. Негізі ақша бар. Егер бірақ оны дұрыс жұмсауда болып тұр. Сол жағы бізде кемшін. Өйткені бізде көп бастамалар басталады. Бір жыл жүреді, одан кейін аяғы сиыр құйымшақтан ұмытылып кете береді. Жақсы, енді жемқорлықты жоюға нақты қанша жыл керек деп ойлайсыз? Санадағы жемқорлықты енді біз белгілі бірінші қадамға жеттік қой деймін, санадағы жемқорлық. Мен ойымша тағы бір 5 жыл керек. Жақсы, енді Freedomның дерегі бойынша жалпы Қазақстандағы берешегі бар адамдардың саны 6 миллионға жеткен. Оның 2 миллионы жаңағы қарызын өтей алмай жүргендердің қатарында. Жалпы бұл үрдіс экономикаға қаншалықты қауіпті? Жалпы кредиттің жүктемесі екі фактордан құралады, және екі фактор бойынша экономикаға қауіп төндіруі мүмкін. Бірінші, біздегі төлем қабілеттілігінің төмендігі байқалады. Кредитті адамдар не үшін алады деген сұрақты өте қарау керек. Егер адам кредитті бір кәсіп бастау үшін, өзін бір аяқтан тұрып кету үшін алса, ол жақсы кредит. Ондай кредиттердің берілуіне мысалы өзім жеке басым тек қана қолдаймын. Өзінің айлығын жеткізе алмай, тамаққа мысалы өзінің күнделікті бір тұрмыстық қажеттіліктеріне кредит алатын адамдар көп болса, демек біздің экономикамызда бірдеңке дұрыс емес. Сол жағына қарағанда осы 2 миллион адам мысалы өзінің жаңағы тұрмыстық қажеттіліктеріне кредит алып, соны өтемей қалған. Одан бөлек жаңағы біздегі бір менталды фактор бар, той жаңағы бірдеңке өткізіп жіберу, соған кредит алып, содан кейін қиналып қалған. Осындай фактор көп. Сондықтан бұл жақта алғанда 2 миллион адамның мысалы экономикалық айналымнан шығып қалуы, бізде экономикалық белсенді 9 миллион адам бар. Оның 2 миллиондық адам проблемаларды жүруі біз үшін шынымен де ойланатын нәрсе. Бірақ екінші жағынан бұны шешудің радикалды жолдарын айтады. Мысалы, бәрін кредиттен кешіре салу. Өте қате жол. Себебі біз онда психологиялық бір үлкен қақпанға түсіп қаламыз. Кредиті бір рет кешірсе адам тағы өледі, тағы да кейін кешіріледі деп. Одан кейін біздің бір кредит кешіргеннен кейін екінші осындай масса жинала берсе, біздің қаржылық жүйе құлайды. Өйткені оның бәріне ақшаларын жауап бере беретіндей бізде мұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан кредит мәселесіне өте қазір мемлекет кішкене енді өзінің жұмысын істеп жатыр. Біріншісі ол кредиттік жүктеме коэффициенті деген бізде ұғым пайда болды банктерге. Егер адам басына кредит болса, егер және ол оның төлейтіндей жағдайын банктер өз жағдай көріп отырды, онда кредит беруге рұқсат берілмейді. Екіншіден адамдар өздері кредит алмайын деп өздерін тоқтау қоя алады. Жаңағы ЕГОВқа кіріп, өзінің мен атынан кредит алу, өйткені алаяқтық көп қой. Біреудің атынан біреу кредит алып кетіп жатыр. Соған шектеу қойылады. Ешкім мен атынан кредит алмасын, және мен өзім кредит алмайын деп өзіне не қойылады. Осы екі жұмыс. Одан бөлек бізде тұтынушы кредиттердің саны экономикаға берілген, кәсіпкерлік кредиттен асып кеткен. Бұл өте нашарлау сигнал, себебі бизнес кредиттер көп болу керек. Тұтынушылық кредит аз болу керек. Сол кезде кішкене экономика бір алға өзін жүруі болады. Енді экономикалық кредиттерді белсендірілу керек. Соларға басымдық беру керек те, тұтынушылық кредиттерден енді әрине тұтынушылық кредиттерден керек адамдарға болады. Мысалы, төлей алатын, өзінің жаңағы ол кредит қажет болып тұр, кейін төлей алатын. Бірақ басында кредит бар адамға, жүктемесі бар адамға тоқтатсақ,
сосын төлей алмай жүргендерді банкроттық процедурадан өткізе алсақ, қазір бізде заң бар ғой арнайы банкрот туралы. Сонда біз жаңағы жиналып қалған қазір бір проблеманы кішкене бір жеңілдетіп, сейілтіп аламыз. Бірақ оған бір 2 жыл жұмыс істеу керек енді тоқтамай. Халыққа кредит беруді тоқтатып тастаса, халықтың жағдайы, әлеуметтік жағдайы түсіп кетпей ме жаңағы жалақы? Бұл әңгіме төлем қабілетінің төмендігінен болып тұр ғой. Егер кредит адамның өзінің айлыққа жетпей соған кредит алумен жасалып жүретін болса, кредит алып тастасақ, оның жағдайы нашарлайды. Бірақ кредит оған міндетті түрде кредит көмектессін деген сөз емес, онынша оның айлығын көтеру. Оның жаңағы айлығын көтеру мәселесін адамдардың жаңағы көп елдерде кедейшілікпен күрес деген программалар болған екен бе. Ең төменгі айлық деңгейін көтеріп отыру. Бірақ мұнда екінші бір медальдің екінші шығар инфляцияның асып кетпеуіне жағдай жасау. Бізге осы бір балансты тауып, адамдардың айлығы минимал айлығын көтеріп, бірақ дәл сол кезде бағалардың өсіп кетпеуін реттеу керек. Егер бағаларды өсіп кетпей, бағаларды ұстап қалатын болсақ, және адамдардың кішкене жаңағы минималды айлығын ең болмағанда 30%-ке көтеріп жасай алсақ, онда біз кішкене кедейлікпен күрес мәселесінде белгілі бір кішкене бір жетістікке жетеміз негізі. Енді жаңа айттыңыз ғой, адамдардың табысын деп. Бізде ең төменгі жалақы деген жаңа мөлшер бар, 85 мың теңгеге көтерілді. Жалпы сізіңше бұл 85 мың теңге қазіргі халықтың әлеуметтік жағдайын толық жаңағы қамтамасыз ете ала ма? Жаңағы азық-түлігін алып, бір адамның бір айда өмір сүруіне жеткілікті ме? Ең төменгі жалақы қанша болу керек? Жалпы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің методикасы ғой бұл. Сол методикадан шығады ең төменгі жалақы. Менің ойымша ең төменгі жалақы нақты бір адамның өміріне қажетті факторлардан құралмай отыр қазір. Методикалар басқаша. Біздегі методика кішкене бюджеттің ақшасы болған жете ме, жетпей ме деген әңгімеге көп саяды. Әрине, ол методиканы жасап отқан адамның өздері де білу керек, 85 мың теңге шын мәнінде бір адамға жетпейді. Ол жететін факторлар болатын болса, оның өз жері, өз үйі, жаңағы өз огороды болып тұрып, жаңағы тура мектеп бәрі үйін жанында болып, тура сондай адамға жақсы оған 85 мың мүмкін жетер, бірақ бізде адамдардың 99%-ында ондай жоқ қой. Біздегі проблема емірше жаңағы тұрғын үймен қамтылмау. Тұрғын үй қамтылмау адамнан кем дегенде 150 мың теңгесін аренда алып қойды. Тұрғын үймен қамтылды, үй бар дейік. Оның жаңағы біз жыл сайын қазір авариялар болмас үшін квартплата жоғары болу керек, сонда олар өздерінің жаңағы қазандықтарын, трубаларын жасайтын инвестицияға қол жеткізе алады деген қазір идея бар. Демек, квартплата көтеріледі. Онда 185 мың теңгенің жартысы квартплатаға кететін болса, тамаққа 40 мың теңге жетпейді ғой. Біз негізі адамның тек қана азық-түлікке, адамның айлық табысы құртылатын, ең көп құртылатын елдердің қатарындамыз. Мысалы, бізде баяғыда 35% адам табысының орта есеппен жаңағы тамаққа кететін. Қазір ол көрсеткіш 58-ге дейін өсті. Бұл Африка елдерінің көрсеткіші. Шын, енді. Африка елдерінің көрсеткішіне жетеді, сонда адамды табады, оның 58%-ын тамаққа ғана құртады. Өзіне қалатыны өмірге жетпейді. 85 мың теңге адамның өміріне жетпейді. Тіпті әке-шешесімен бірге тұратын студент болса, мен студенттерге сенбі күндері сабақ беремін ғой. Мен сұраймын, олар 50 мыңдай шамамен не алады? Стипендия алады. Стипендия бар. Сосын әке-шешеміз бір көмектеседі дейді. Сонда енді қанша ақша кетеді десең, ой, бізге 100-110 мың, 120 мың жетпей қалады деп айтады. Студенттер. Демек, олар неде тұрады? Әке-шешесінің жанында тұрады, кейбір жатақхана тұрады, жатақхананың несі 15 мың теңге ғана айын төлейтіні. Сол адамдар, студенттер өздеріне жете алмай тұр. Ал енді үлкен адамдар, бала шағасы бар адамдар. Ол айлық менің ойымша жетпейді, кәдімгідей жетпейді. Ол 10 күнге жетер мүмкін, бір 7 күнге жетуі мүмкін. 160-170 мың теңге қазіргі жағдайда, қазіргі бағаның осындай жағдайында, ол енді минималды адамды ең бір қамтамасыз етуі мүмкін. Минимал түрде. Артық ештеңе жоқ. Айбар Олжайдың пікірінше ең төменгі жалақы 170 мың теңге болу керек. Менің методикам өзім ішкі есебім бойынша сұрап жүрген, жаңағы көзге көріп жүрген жағдай бойынша 170 мың теңге болса, бірақ баға өсіп кетпей, баға қазіргі жағдайда өсіп кетпейтін болса, онда ең қажетті ғана нәрселерге нан, су, нан, жаңағы үй, жүріс-тұрысы бар, автобус, көлік емес, автобус. Сондай нәрселерге 180 мың теңге жетеді. Жақсы, енді мына бір сұрақты қойыңызшы. Сіз жаңа келтірдіңіз фактпен. Қазақ халқының әлеуметтік жағдайы Африка елдеріндегі әлеуметтік жағдаймен бірдей деуге бола ма? Иә. Онан ешқандай. Біз жалпы өзіміз бай мемлекетпіз, қазақ бай деген сөзден кету керек. Біз кедей, біз қазақ ұлты кедей ұлт. Біз кедей ұлтпыз. Мойындайық. Мойындасаң, ауруды емдеуге болады. Ауруды мойны. Біз кезінде Назарбаевтың амбициясымен бізде кризис кезінде кризис деп айтқызбай қойған.
кризис деп айтпаңдар, бұл коррекция экономики деп айтыңдар деп сондай бір тапсырма келген кезінде. Біздің кедей екенімізді айтқызбайтын. Соның мысалы біз байымыз деп, өзімізді Менделеев, бәленбай бізде жаңағы металдары бар деп кеуде соғып, біз көп нәрсені өткізіп алдық. Өзіміздің ауруларымызды мойындағанда оны емдеу керек еді. Сондықтан біз біріншіден кедей мемлекетпіз, екіншіден біз кедей ұлтпыз. Осыны мойындасақ, осымен біз күресеміз. Жақсы, енді жаңағы алдыңғы сұрағыма оралайын. Жаңағы Тимур Тұрлов, өзіңіз білесіз, Freedomның басшысы, сол кісі айтқан еді. Жалпы қарызын өтемей жүрген 2 миллион адамның негізгі қарызды өтемеу себебі бұл шарасыздықтан емес, өтегісі келмегендіктен деді. Бұған сіздің көзқарас қалай? Бұл дұрыс. Енді бұл ешбір адам үйтіп 2 миллион адамның үстінен айта алмайды. Себебі үйтіп айту үшін 2 миллион адаммен барып сөйлесу керек. Негізі оларды сұрау керек. Мен ешбір сұрау көрген жоқпын. Кредит неге төлемеу үшін деп бір сұрап, ол жаңағы жоқ, мен төлем келмейді деген бір жауап берген, ондай бір ешқандай сауалнама көрген жоқпын. Ол тек қана сырттан топшылауда, енді әрине ол 2 миллион ішінде ол үлкен масса. Шын ол үлкен масса. Оның ішінде ондай адамдарда болуы енді бар. Енді оны жасырамаймыз. Бірақ төлей алмай жүрген, кәдімгі мүмкіндік болса төлегісі келетін, төлей алмай жүрген адамдар да бар. Себебі адам егер кредитін төлемесе, ол жаңағы исполнительный производство сотқа кетеді, одан кейін басқа кредит ала алмайды. Қара тізім дейді ғой біздіңше. Қара тізім кредитте, ол оның өздеріне, адамның өздеріне қара тізімде болуы да ыңғайсыз ғой. Өйткені басқа енді кредит ала алмайды. Әрине ол адам мүмкіндікше жаңағы кредитін жауып, одан кейін кредит алуға мүмкіндік алып, сөйтіп жаңағы оңалтқысы келеді негізі. Ондай адамдар көп. Меніңше 2 миллионның басым көпшілігі мүмкіндік болса төлер еді. Жаңағы кредитін төлеп, қара тізімнен шығып, өзін жаңағы оңалтып, одан кейін жаңағы арғы жалғастыра береді. Енді төлегісі келмей жүрген адамдар да кезінде бір болмайтын, мен білемін, мысалы кезінде бір оңды-солды кредиттер беріле бастады. Альянс банк деген банк болды. Сол кезде адамдар жаңағы ойбай бәріне кредит беріп жатыр деген албаған, кезі кетіп қалған. Сол ескі нелер жабылып кете ма, істер жаңағы, сол амнистия бола ма деп күтіп жүрген адамдар, соны төлегісі келмейтін адамдар болуы мүмкін. Бірақ олар барлық 2 миллионның төлі массасы деп айтуға келмейді. Ойынша кішкене бір ашылық ау ішінде. Жақсы, енді бір факт айтып жіберейін. Елімізде жалпы қарапайым азаматтарға берілетін несиенің пайыздық мөлшерлемесі бір айдың ішінде 3,4% өсіп, банктердің орташа ставкасы 20,2%-ға жетті. Бұл енді жаңағы ұлттық банк белгілейтін базалық ставканың мөлшерлемесінің өсуімен тікелей байланысты ғой. Жалпы бірінші сұрағым осы, ұлттық банктың базалық ставканы жеткіліксіз деңгейде төмендете алмауына не себеп, және банктердің орташа ставкасының 20%-дан асып кетуінің салдары неге әкеліп соқтыруы мүмкін? Ұлттық банк қазір біздің еліміздің ең бірінші жауы инфляция. Ол біз не істемейік, экономиканы қалай өсірмейік, егер инфляция жоғары болса, оны бүкіл біздің табысымыз жеп қойды. Мысалы, сіздің қазір айлығыңыз 200 мың теңге, ол сізге бір жетіп тұр дейік. Бірақ инфляция келеді де, айлығыңыз 200 мың теңге жетпей қалады, күнделікті тауып жүрген тауарларыңыз 2 есе қымбаттап кетеді. Онда сіз 2 есе кедейленіп қаласыз. Ештеңе істемей тұр. Ол үлкен проблема. Инфляциямен күрес бізде бір ұлттық күрес жүріп жатыр. Қалған бәрін ысырып қою керек, бір ысырып қойдық, кредиттерді бәрін ысырып қойдық, қазір кредит болмау керек. Базалық ставканың жоғары болуы, ол инфляциямен күрес. Тек қана жоғары базалық ставка ғана инфляцияны тоқтатады қазір Қазақстанда. Мен себебін айтайын, базалық ставка жоғары, мысалы бізде 16,5 базалық ставка. Ол не үшін жасалған? Ол басы артық ақшаның барлығын депозиттерге, жаңағы облигациялар кетіп қалу үшін жасалған. 16,5% болса, сіздің депозитіңіз қазір теңгеде бір 17%. 17,7, 17,5%. Теңгемен сақтаған тиімді ғой, басы артық ақшаны. Мысалы, қолында ақша болса, ол бар пәтер алмайды. Қазір көбісі адамдар пәтерде алмайды. Сол бір 40 миллион, 60 миллиондарын неге ұстап отыр? Депозиттерге салып ұстап отыр. Одан мысалы айына 500 мыңдай алады. Ол жақсы. Бұндай кірістілік болмаған. Енді қазір мүмкіндік пайдаланып, көбісі сөйтіп, бір жыл, 2 жыл ұстап, жақсы ақша тапқысы келеді. Сонда осы артық ақша блокқа қойылады. То есть ақша нарықтан кетіп қалады. Сол кезде ақша сұраныс, тауарлық сұраныс деген қысқарады. Тауарлық сұраныс қысқарғанда, енді экономикалық теория бойынша, тауарлық сұраныс қысқарғанда бағаны өсу тоқтау керек. Біз қазір сол режимде тұрмыз. Жоғарғы базалық ставкада. Базалық ставка кредиттердің жоғары болуына алып келеді. Ол кәдімгі саналы түрде жасалған. Бізде кредиттер қазір әдейі қымбат болсын жасалған. Адамдар кредит алмасын деп негіз жасалған. Сонда кредит алмағанда нарықта да артық ақша болмайды. Кредит алсаң тұтыну көп болады.
сен бәрі кредитке ала берсін. Тұтыну көп болады жаңағы. Бір товарға деген сұраныс көп болады да, міндетті түрде баға өсетін болады. Қазір артық ақша адамдарда болмай қалса, кредит қымбат болса, кішкене осы процесс тоқтайды. Тоқтағанда кішкене нарық өз сабасына түседі. Сол кезде инфляция тоқтау керек. Біз инфляция тоқтатқаннан кейін ғана, инфляция төмен түскеннен кейін, оннан төмен түссін, базалық ставка міндетті түрде төмендей бастайды. Ол жағынан енді ұлттық банк міндетті түрде қарап отыр. Сондықтан қазіргі біздің кредиттің қымбат болуы деген әңгіменің барлығы саналы түрде істелген. Адамдардың кредит алуын тоқтату, уақытша тоқтату, экономиканы жаңағы кішкене паузаға қою, сұранысты қысу, ұсыныс көп болсын тауарлық, сұраныс аз болсын, сол кезде бағалар жаймен кішкене баға тоқтайды. Бағаны фиксировать етіп қатырып қойсақ, онда ары қарай паузаны шешеміз де жүре беретін боламыз. Қайтадан көтеріліп кетпей ме? Бұрынғы үрдіске түсіп кетпей ме? Енді ол 16-дан бірден 10-ға түсіп кетпейді ғой базалық ставка. Ақыры 1%-тен бір кварталына түсіп отырса, мысалы 0,5%, 1% сөйтіп баяғы біз 9-да 7, мысалы 2 жыл бұрын біз 9-да 7 базалық ставка болған бізде. Сонымен өмір сүргенбіз. 9-да 75 деген базалық ставкада жүрдік. Ол кезде кредиттер 13%, 14% болды. Жақсы. Енді Facebook парақшаңызда кредит туралы баллада деген жазба бар. Жалпы көз ашық адамға енді кредиттің қалай пайызы өсетіндігін түсіндіріп жаздыңыз. Біздің қарапайым көрермендерге түсіндірейікші, мынау шетелден 3 банк келсе де, осы кредиттік пайыздың, жаңағы берешектің пайызының төмендемейтін, және оның жоғарылай беру мүмкіндігі көп екендігін. Әңгіме банкте емес, әңгіме қаржылық жүйенің ішкі ережесінде. Шетелдік банк келсе, ол бізге теңгемен кредит беремін десе, ол бірінші базалық ставка қарайды. Базалық ставка 16,5 минус плюс коридор деп өзі бекітіледі. Сонда минус коридормен кез келген банк біздің ұлттық банкке 15,5% депозит салады. Кәдімгі сол 15,5% кірісін алады. Одан бөлек жаңағы реполары бар, репо деген операция бар жаңағы, тоже ақша саласында, сол жаңағы кірістілікті аласың. Немесе мемлекеттік және квази-мемлекеттік органдардың облигациялар бар. Облигация деген сол қарыз қағазы. Онда сол 16-та 7, 15-те 8 деп қазір мысалы ставкалар ғой. Сонда сен соған салсаң, сол 15-те 8% аласың. Ешқандай не жоқ, риск жоқ. 100% гарантиямен. Халыққа берсең риск бар, халық қайтармай қоюы мүмкін. Ана жерде 15%. Енді сол сен 15%-дан төмен бере алмайсың ғой. Өйткені халыққа кредит бергенше 15%-ді ұлттық банкқа депозит салып, сол 100% кепілдікпен уақытылы күнбе-күн ақшаны алып отырсам болады ғой. Сондықтан бізде ешқандай мысалы қазіргі жағдайда ешқандай банк шетелдік те болсын. Олар минусқа істемейді, олар Қазақстаннан келіп жатыр, олардың операциялық шығындары бар. 15%-5%-дан төмен кредит бере алмайды. Одан бөлек халыққа кредит беру үшін басқа шығындар кетеді. Бірінші, халыққа кредит беру үшін заң бойынша провизия деген резерв. Әр берілген кредитке банк резерв ұстау керек. Ол да 0,3%. Орташа есеппен 0,3%. Сонда миллион теңге берсең, 30 мың теңгені үстінен ұстап отыру керексің. Жаңа өзіңнің шотында ұстап отырасың, мына кредиттің резерві деп. Оны тексереді. Қынырда, мысалы, агенттік оны тексереді. Одан бөлек халыққа кредит бересің, мысалы, ешқандай риск жоқ, 15,5 тұр. Онда сен халыққа беру үшін, халыққа берудің кішкене өзі тәуекелі бар ғой. Онда 2,3% қосасың. Жаңа 15,5-ке тағы да 3% қостың, ол 18,5 болды. Оған 0,3 қосын, 18,8 болды. Иә? Енді ол әлі пайда жоқ одан. Енді банктың пайдасы бар ғой. Мына уже инфляция ғой. Инфляциядан жоғары болу керек, плюс банктың маржасы болу керек. Тағы 3-4% уже банктың таза операциялық маржасы керек. Сол кезде жаңағы өзіміз айтқан 20-да, 21-де 8% шығады. Одан бөлек тиімді ставка дейді, есептеледі. Ол кредиттен бөлек оның жанындағы шығындар. Өйткені кредиттен бөлек оның жанында комиссиялар болады. Кредитті бергенде комиссиясы бар, кредитті егер ертерек жапсаң бір штрафной комиссиясы бар, плюс жаңағы страхование жасату мүмкін. Мысалы, сен қайтыс болып кетуі мүмкін, сондай жақта страхование істетеді. Сен жаңағы осы кредиттің қайтуын бойынша кепіл страхование қояды. Соның барлығы қосылғанда тағы 2% қосылсақ, бізде 23-те 24-ке жетеміз. Одан төмен бізде банктер бере алмайды. Шетелдік банк келсе, шетелдік банк тек қана өзінің маржасын ғана азайту мүмкін жаңағы кірісін, пайдасын. Сонда ол бір ғана процент арасында бұлардың не болуы мүмкін? Айырмашылық. Болды, мысалы, шетелдік банк келсе ол 21,5-пен береді, ал біздің қазақстандық банк мысалы 22,5-пен береді. Жаңағы банктердің арасында бәсекелестік пайда болып, пайыздық мөлшерлеме төмендеп кетеді деген.
банктердің арасында бәсекелестік пайда болғанда бәрібір бір фундаменталдық 21-ден төмен емес бір значение бар. Сондықтан 21-ден төмен банк проценттері болмайды қазіргі жағдайда. Әрине базалық ставка түссе бірден түсе бастайды. Жалпы енді шетелден келетін жаңа 3 банк келеді деп жатыр ғой енді. Бұл негізінен сонда қарапайым азаматтардан гөрі жаңа шағын орта бизнеске кәсібін бастайын деген адамдарға тиімді ме? Және бұның банктың көп болғаны негізі тиімді, және шетелдік банктердің көп болғаны бізге тиімді. Себебі шетелдік банк өзінің ақшасымен келеді. Біздің ақшамен емес, біздің ақша ортақтаспайды. Өз ақшасымен, өз капиталымен келеді. Ол капиталды ол бізге бермек. То есть ол біздің экономикаға былай қарағанда инвестиция. Шетелдік банктың жалпы келуі біздің экономикаға инвестиция. Ең бастысы шетелдік банк өзінің стратегиясы ретінде халыққа кредит беруді емес, кәсіпкерлерге кредит беруді таңдаса, ол ең оңды жолы болады біз үшін. Сондықтан бізге келетін шетелдік банктерге біз енді айтсақ кәсіпкерлік сегменті бос тұр, шынымен де бос тұр. Бізде барлық халыққа кредит берумен айналысып кетті. Осымен айналыссаңдар деп олар олысын алатын болса, ауыл шаруашылығына арнайы кредит беретін банк болса, мысалы шетелдік банк. Немесе мысалы жеңіл өнеркәсіппен айналысатындарға мысалы, тігін мәселесіне кредит беретін мысалы білсе, олардың барлығын жолдарын ашып келе беруіне жағдай жасау керек. Өйткені олар шетелдік капитал келіп, бізге инвестиция істеп отыр. Біздің кәсіпкерлікке. Жақсы, енді экономист маман ретінде айтыңызшы, жалпы азаматтардың кредиттің құдығына секіруіне негізгі үш себеп қандай? Ең бірінші себеп, мен жақсы білем, цифрландыру оңай болды. Баяғыда да кредит алу үшін банк бөлімшесіне барып, заявление жазып, оны сен достарыңа звондап, одан кейін сен 2-3 күн күтіп нететін болса, адамдар көп алмас еді негізі. Өйткені ол қиын болатын, ол кредитті тек қана баяғыда үлкен кредит алып жүрген мен адамдарды білемін, енді алдық қой. Бізде мысалы жөндеу жұмыстарын алғанбыз, ремонт қой, үйдің ремонтына. Барасың, несін жасайсың. Бірақ сен ремонтқа ол керек нәрсеге алдың. Қазірде товардың жаңағы немен бір банкке кіріп, каспиге кіріп, телефон танып бұл деп аласап, тез аласа, ондай болған жоқ. Бізде кредиттің негізгі кредитный бум, кредиттің инфрақұрылымы жақсартты, кредит алу оп-оңай болып кетті. Содан, ол негізгі бір несі сол. Екіншісі, бізде кредит алудың жолы жеңілдеді. Сосын кредитке өмір сүрудің белгілі бір философиясы ма, өзінің бір ережесі пайда болған сияқты. Адамдар қазір тұтынып, сосын төлеген жақсы, соңғы модель өтті. Баяғыда адамдар ақша жинайтын. Бірінші жинайсың, жинап біттің, сосын барып сатып аласың. Ол модельден қазір біз кетіп қалдық. Ол бүкіл әлемнен енді соған ауысты да. Біздікілер бірінші сатып алады да, жинамайды. Бірінші сатып алады да, сосын оны бөліп төлейді. Және сол бақыт үшін, ол бақыт деп ол кредиттік бақыт дейді, сол мүмкіндігі үшін ол үстіне процент банк береді. Банк ақша не үшін алып отыр? Саған өзіңе ұнаған нәрсені қазір пайдалану мүмкіндігін берген үшін банк мысалы өзіне премия алады, сыйақы, сен үстіне қосып төлейсің. Негізгі қарызын төлейсің, плюс банкке процентін бересің. Негізгі идеясы сол. Кредиттің бізде артып кеткені негізгі екі фактор осы. Жақсы, енді жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, жеке тұлғалардың банкроттығы деген заң жобасы қабылданды. Жалпы бұның берер мүмкіндігі қандай және рисктер қандай осыны бір? Жеке тұлғалар банкроттығы бізде көп жылдан бойы айтылып келе жатқан. Негіз бұл әлемдегі өте үлкен мықты тәжірибе. Ең соңғы құлау шегіне жеткен адам болды, онда ештеңе жоқ. Ол шын қарыз. Ол енді қайтарамайды оны. Олар шетелде мысалы өзін банкрот деп таниды, болды. Қолына барын сатады. Бірақ оған қарыз берген адамдар мазалауды қояды. Әңгіме сонда мазалауда. Егер бізде банкрот деп танылсам, оған арғай оны қуалап тиісуге ешкімнің несі жоқ. Құқы жоқ. Ол сол денег құтылады. Ол барын беріп тастайды. Бірақ мысалы сіз $1 миллион қарызсыз. Сіздің қолыңызда бүкіл сіздің үйіңіз, бәріңізді есептегенде, дүние мүлкіңізді есептегенде бір 500 мың болар, иә? Сіз соны бәрін бересіз. Бірақ әлі 500 мың қарызсыз ғой. Егер банкрот болсаңыз, сізді соны өмірінің соңында дейін сізді қуалап жүрді артыңыздан, иә? Жаңа ақшаны. Сіз жаңағы өзіңізді қуалаудан құтыласыз. Бұл банкрот деп танып, болды жаңа олар нелерін алады, болды сонымен заң бойынша сіз қорғалып, банкрот деген сізде де статус болады. Бірақ енді банкрот болсаңыз, сізге кәдімгідей шектеу қойылады. Сіз жаңағы енді кредит ала алмайсыз, жаңағы баяғыдай әрі-бері жүріп, біреуден ақша алып, жаңағы бизнес жасап кете алмайсыз. Сондай неге шетелде шектеу бар. Бізде соның барлығы сараланып, бізге де оның несі келді, мысалы шамамен 5 миллионға дейінгі ол сотталмай-ақ банкрот жаңағы режимін жасау, сот процесі өтпей-ақ, не судебный дейді. 5 миллионнан асса, жаңа сот өтеді, соттың шешімі шығады. Бұл енді ең басқа барар тауы жоқ.
басқа ешқандай қайтаратын мүмкіндігі жоқ, адамдарға арналған мемлекеттің беріп отқан мүмкіндігі. Ол жаңағы кредиторлардың өзін қуғындаудан құтқарады. Бірақ банкроттық бізге адамдар кішкене ойлану керек. Ол сізге 5 жыл сіздің экономикалық айналымнан шығып қалады, сізді алып тастайды. Сіз ешқандай егер табысыңыз өсіп жатса, демек сіз уже банкрот, өтірік банкрот болдыңыз деп тауып қояды да, сізді қайтадан жаңағы банкроттықтан шығарып жібереді. Екіншісі, сізге банктен кредит алу барлығына кәдімгідей 5 жыл мораторий жарияланады. Сіз ешқандай немен банктермен жұмыс істей алмайсыздар. Сосын счет ашу бойынша да сіздің барлық жұмыстарыңыз, іс-қимылдарыңыз бәрі тексеріліп отырады. Шынымен сіз банкротсыз ба? Шынымен жағдайыңыз жоқ па? Шынымен осындай жағдайдасыз ба? Әлде сіз жаңағы өзіңізді өтірік банкрот деп таптыңыз ба? Сондықтан банкроттыққа берген адамдар бұның барлық несін түсіну керек. Салдары бар. Әр нәрсенің себептері бар, әр нәрсенің салдары бар. Ол белгілі бір себептермен осындай жағдайға өзін жеткізді. Енді банкрот деп танса, ол банкроттықты просто өзінің қарызынан құтылу деп нетпеу керек. Списание деп ойламау керек. Жоқ, ол списание емес. Ол қазір сені неден құтқару. Қиындықтан құтқарып, саған осыны мүмкіндік беру, оңалтуға. Үшінші жолы бар, оңалту дейді. Саған график істеп береді. Сен дәл қазір осыны ақшаны қайтармайсың ғой. Саған бір 10 жылға рассрочкалық график істеп оңалту жаңа нелерін жасайды. Ол банкроттық басқарушы бар. Біздің енді банкроттық біздің елге енді келді. Бізде 1000 ғана ма, 1000 шақты адам ғой деймін банкроттық неден өтті. Қалғандардың көбісі түсінбегендіктен көбісі мен кредит кешірілген деп жаңа беріп, оны мемлекет кері қайтарып жатыр. Өйткені ол ондай ұғым емес, ол үлкен жұмыс. Сондықтан банкроттыққа берер алдында, егер банкрот болып жатсаңыз, шын мәнінде банкрот болсаңыз банкротқа беру керек. Бірақ мен белгілі бір қарыздарымды жаба салайын деп жаңағы оймен банкроттыққа барсаңыздар үлкен қиындыққа ұшырайсыздар. Оның мемлекетпен жалпы байланыстың салдары өте ауыр болады. Мемлекетпен байланысқаннан кейін мемлекет сізді оңайшылықпен жібермейді. Мемлекет оңайшылықпен жібермейді. Адамдар оны түсіну керек. Оның артында үлкен заңдар, үлкен органдар, салық комитеті, оның бүкіл сіздің операцияңызды қарай алатын мүмкіндігі бар. Ол сіз көбісі ойлайды, салық комитеті біз білмей отыр. Жоқ, біз әрбір телефонға единица салғанымызға дейін салық комитетінің бәрінде реестрінде оның бәрі бар. Платеждар, исходящий, входящий платеждар барлығы бар. Сондықтан бәрін қарайды. Банкроттық шынымен басар тауы жоқ, амал таусылған адамдарға берілген мүмкіндік. Бірақ ол белгілі бір қарыздан құтылып кетейін деген адамдарға берілген мүмкіндік емес. Ол адамдарға қорылған қақпан. Олардың көбісін және мемлекет кері қайтарып жатыр. Керек емес. Банкрот болмайсың деп, мен сені түсініп отырмын деп. Мемлекет бірден қарайды да, жаңағы бүкіл жағдайын бәрін көріп отыр. Сондықтан жаңа адамдар банкроттыққа берем деп бекер арандап қалуы мүмкін. Жақсы, енді Айбар мырза, бұл халықты алаңдатып отырған мәселе азық-түлік инфляциясы деген не? Алдағы болжам қандай? Көтеріле ме, жоқ төмендей ме? Енді бізде өте қиын да инфляциямен күресейін десең, екінші топ бар, олар жылай бастайды. Кредиттер қымбаттап кетті, базалық ставканы түсіріңдер деген сияқты. Сондықтан бізде мүдделер қақтығысы ылғи біздің мемлекетте жүріп жатады. Бізге базалық ставканы жоғары ұстап инфляцияны түсіре алсақ, және әлемде бұл инфляция барлығы пандемиядан пайда болды ғой. Енді пандемия деген нөбеттер болмаса, мұнай бағасы кішкене жоғары болып тұрса, біз кішкене осы пандемия кейінгі бір қалыпқа түсеміз. Ақырын 1-2 жыл ішінде түсіп алғаннан кейін біздің өзіміздің кезінде жіберген қателіктеріміз бар. Ол инфражүйелік системалық қателіктер экономикадағы. Қазір біз соны түсеуге, бізден ұрланған ақшаны кері қайтаруға, баяғыдай монополиялардың пайда болмауына, олигархтардың жаңағы бірдеңкеге бір билікке жақындап өзіне бір әр секторды бөліп алмауына бәріне тосқауыл қойып отырмыз ғой. Енді осының барлық жемістері ақырындап бере бастайды. Біздің өміріміз мен ойымша кішкене жақсарады. Ол 2025 жылдардан бастап сезіне бастаймыз. Бізде кішкене жағдай жақсарады Қазақстанда. Одан кейін біз 2025-тен кейін белгілі бір үлкен бір жобалық процестерге бір жобалық керемет бір жол салу, мысалы Қытайдан Ресейге, жаңағы Еуропаға дейін жол салу, Каспий теңізінде порттар салу деген бірге үлкен жұмыстар әлі күтіп тұр. Біз көп нәрсені істеген жоқпыз. Ішкі жолдарымызды реттеу, сонымен айналысатын шығармыз. Сол кезде бір серпіліс пайда болып бір жүреді. Бірақ мұнайымыз қазір бағасы жоғары болып тұру керек. Себебі мұнай бағасы жоғары болмаса, бізде ақша жоқ оған. Ақша таусылып қалады. Мен ойымша, бірақ біз көп қателіктерді түсіндік, шын мәнінде түсіндік. Енді ол қателіктер неге әкеліп соқтырғанын білдік. Ең бастысы саяси қателіктер ғой. Олигархтық монополияға жол бермеу. Соны жойсақ, жемқорлық кетсе, онда бізде осы екі фактор кетсе, негізі жақсы бола бастайды бәріне.
Жақсы, енді жаңа азық-түлік инфляциясын неге сұрап отырмын? Өзіңіз білесіз, жақында ұн бағасы қымбаттады деген халықтың арасында шу шықты, жаңа депутаттар біраз сауал қойды. Бірақ енді билік басындағылар қашанғыдай жаңа жауын-шашынның көп суы осыған әкелді деді. Енді біз енді әлеуметтік желіден білеміз, журналист болғаннан кейін жалпы Қызылордада мынау су жеткізе алмай қаншама егіс алқабы қурап кетті. Жамбыл облысында жауын-шашынның көптігінен егіс алқабы қурап кетті. Жалпы осы дүниелер ұн бағасының қымбаттауына әсер етті ме? Сіз экономист маман ретінде айтыңызшы, ұн не үшін қымбаттады? Кез келген қымбатшылық дефициттен болады. Демек аз болды. Бидайдың екі түрі бар. Бидай негізі жаңбыр жауып кеткеннен кейін фураж дейді. Сондай айналып кетеді, малға беретін жем. Бізде биыл осы малға беретін жем көп, бидай көп, фураж. Ресейден кіргізіп жібердік қой, жоқ, ол Ресейден бір кірді, ол көп неде кірген жоқ. Негізі өзіміздің ұнға тартатын дайындап отқан бидайымыз фураж болып кетті. Ол үшін ауыл шаруашылық министрі өзі айтты, биыл малдарыңызды қыста соймаңыздар, биыл жем көп деді. Оның сөзінен байқадым, жем көп деген, демек ол біздегі экспортқа, ұн тартуға арналған бидайдың көбі сол жауын-шашынның кесірінен. Бізге негізі оңтүстік өңірде бидайға ешқандай несі жоқ, үлесі жоқ. Олардың өсіретін бидайлары ол түк емес. Негізі біздің солтүстік береді. Бүкіл біз еліміздің бидайын, экспортқа шығатын бидайды Қостанай, солтүстік Қазақстан облысы, сол аграрный бидайлық өнімдер. Оларда енді сол фураж көп. Биыл бидай баяғыда біз көбісін ұнға тартып экспортқа шығарып жатырмыз да, жем-шөп болмай қиналатынбыз. Биыл жаңағыны экспорт бізден фуражды көп алмайды енді, жем-шөп өзімізде қалады. Бірақ бізде биыл экспортқа шығаратын ұн азаюы мүмкін, бидай азаюы мүмкін, және ішкі нарықта нелер болуы мүмкін. Былай қарасаң дефицит. Енді ол оңтүстік өңірде бірден білініп жатыр. Қалай дефицит бастады кішкене, ұн аз келіп түседі, солай баға көтеріледі. Оның енді шешуі, егер арзан импорт болса, арзан ұн, өйткені өзімізде қазір ұн жетпей жатыр. Ресейден арзан ұн болса, Ресейден ала берейік. Арзан ұн болса, кіргізіңдер. Оның стратегиялық товар да. Ұнға қатысты біз экспортты өзіміз ұнымыз экспортқа баратыр ғой, бірақ ішкі нарықты қамтамасыз ету керек қой. Сондықтан ішкі нарықты қамтамасыз етуге бірінші жол ашу керекпіз. Өйткені ол әлеуметтік товар, ол бірден ең әлеуметтік төмен қорғалмаған таптарға қатты тұрады. Оны кәдімгі 3 мың теңге қымбаттаса, олар кәдімгі еспей отырады ғой. 85 мың айлық аламын, мысалы, иә. 13 мың теңгесін бір қап ұн аламыз деп жазып қойған болатын. Ал енді келді 16 мың теңге. 3 мың теңге дефицит пайда болды. Ол 3 мың қайдан жауады? Тағы ондан кейін наны бар, нанды қымбаттайды ондан кейін, тағы да басқа нан өнімдері бар. Сол қымбаттап, соның барлығы 85 мың теңгесін ешқандай жетпей қалғанда қайта алып кетті. Сол кісі әлеуметтік төмен тап міндетті түрде қиындыққа ұшырайтын болады. Сондықтан арзан Ресейде ұн болса, ашу керек. Алып келді. Біз союздамыз ғой. Одақпыз ғой. Сол одақты бекер одақ емеспіз ғой енді. Ашыңдар, алып келіңдер. Бүкіл Қазақстанда онымен Ресейдік онымен толтырып салған. Жақсылығын көрейік дейсіз. Иә, толтырып салыңдар. Ол ешқандай біздің кейбір шаруа қожалықтар бар, өзі тұрып алғанда өзін ғана ойлайтын да, өзі баға қымбат болсын, мен сатайын. Иә, ол бірақ енді халықтың жағдайында мұндай кезде стратегиялық кезде бәрін ашып тастау керек. Ресей 10 беремін десе, министрліктің қамба толып тұр, дефицит болмайды деген өтірік па? Күні кеше сондай мәлімдеме жасады. Қамба енді бидай мен қамба бізде товарлық қамба дейді ғой. Енді бізде неге онда қымбаттап жатыр деген әңгіме? Қазір енді сезон. Енді бидайды жинап жатырмыз. Бидайдың 65% біз жинап алдық. Элеваторларға жету керек бидай. Осы кезде ұн қымбаттамау керек еді негізі. Ол сезон емес кезде қымбаттау керек негізі. Қазір енді оның жаңа порциялары бәрі келіп жатқан кез. Осы ұн неге қымбаттады деген әңгіме сонда болып шықты ғой. Егер дефицит болып тұрса, онда ұн қымбат. Онда бізде бір қоймалардың дұрыс толмағандығы, немесе олардың бидай түрінде қалып қалғандығы. Бізде үлкен проблема бар. Оны жасайтын нелерге бидайларын бермей қояды. Ол проблема бар. Бидай бар, бірақ олар неге бермейді? Элеваторға. Элеватор артынан жүгіріп жүреді. Бізге бидай берсеңдерші, ұн жасайық деп. Өйткені олар бидайдан ұн жасап, содан олардың бизнес сол. Бидайшылар, олар қысты күтеді. Олардың да бизнес сол. Олар қысты күтіп, бәрі қымбаттағанда, бидайдың басы қымбаттағанда бергісі келді. Қазір арзан кезінде сатып жүрмей бидайды. Енді оны да түсінесіз. Сол кезде екі арада ылғи не болады? Осы сала аралық нелер бар. Трение дей ма? Өздері шекісетін. Осы уақыт
қазір сол уақыт. Бұл жыл сайын көрдіңіз бе? Бұл жыл сайын көрдіңіз, бірақ бүйтіп қатты бір қымбаттайтындай ондай көрмеп едік негізі. Бірден 13 мыңнан 16 мыңға қымбаттайтындай. Несі қымбаттаса 13 мыңнан 13 мың 500-ге сөйтіп қымбаттап жүрген. Бұл неге былай болып кетті? Мүмкін белгілі бір қоймаларға поставка тоқтап қалды да, бір апта тоқтап қалды, жүрмей қалды. Сол кезде адамдар ондарды ала бастады, ана жерде ажиотаж пайда болды. Сол кезде баға қымбаттап кетуі мүмкін. Бірақ оны резервтен үкімет шын мәнісі осы оның проблемасын шын проблема деп тапса, ол бір күнде жаңағы резервтен, енді бізде резервте мемлекеттік резерв бар, онда деген жетеді. Одан бірден жаңағы проблеманы басып шығуы мүмкін. Жыл өткен сайын әлеуметтік теңсіздік деген өзіңіз білесіз, президент те айтты, өзі атап өтті. Бай мен былайша айтқанда кедейдің арасындағы арақашықтық. Жыл соңына дейін бұл арақашықтық қандай болуы мүмкін? Жыл соңына дейін арақашықтық қандай болуы мүмкіндігін білу үшін жыл басында қандай екенін білу керек қой. Ал Джини индекс деп әлемдік экономикада Джини индекс деп бекітіледі. Шын мәнінде Джини индекс бойынша біз қатты бір ең төменгі деңгейде тұрған жоқпыз. Оны рас айту керек. Басқа бір монархиялық бір елдер бар. Оларда алшақтық тым. Бізде алшақтық, егер бізде олигархизацияны дұрыс істей алсақ, олигархтардың сыртқа кеткен капиталды қайтарып халықтың төменгі жаңағы әлеуметтік төмен таптарына кішкене минимал айлықты көбейтсек, біз осы нені мен ойымша жылдың аяғында еш жағдай өзгермейді, бірақ келесі жылдары ақырындап түсе бастаймыз. Мен ойымша бізде әлеуметтік теңсіздік енді қысқара бастайтын болады Қазақстанда, керісінше. Біз 2000 жылдары қатты әлеуметтік теңсіздікті ұлғайтуға жұмыс істедік. Байлар қатты, олигархтар пайда болды. Байлар байы үстіне байы түсті. Олар монополиялық кландар құрды. Олар жаңағы кішкентай адамдардың бизнестерін тартып алып жатты. Адамдардың бизнесін тартып алу, рейдерлік әрекеттер естеріңізде болса, біреу базарша барып келіп тартып алатын сондай әрекеттер пайда болды. Оның барлығы жаңағы әлеуметтік теңсіздіктің көбеюіне алып келді. Енді бізде монополизация жұмысында істегенде әлеуметтік теңсіздік бізге қысқару керек автоматты түрде. Сондықтан мен ойымша қысқарады. Және былай қарағанда екі түрлі көзқарас бар. Шын мәнінде өзінің күшімен байыған адамдар бар. Енді өз жұмыс істеп, әлемде бар. Бізде олар аз. Бізде сондай байлар пайда болса. Бізде белгілі бір өзінің билікке жақындығымен бір жерді тартып алып, бір мұнай кенішін тартып алып, содан ақша жасаған адам емес. Белгілі өз бір бизнесін жасап, халыққа қызмет етіп, содан байыса адамдар. Ондай адамдардың бай болғанына ұлттық буржуазияның келуіне біз көмектесу керекпіз. Бізге сондай байлар керек. Негізі байлар жаман деген ұғымдан кету керек. Ол бір не ұғым. Бізді барлығымызды, біз оны 1906 жылдар көргенбіз. Мысалы, біздің революциямыздың өзі, біздің бүкіл қазақ халқына үлкен қасиет алып келген осы коммунизм идеясының өзі, негізгі идеясы осы байлардан бәрін тартып алып, кедейлерге беріп, бәрін теңдестірейік деген идея. Былай қарағанда, әлеуметтік жағдай төмен адамға бұл жақсы бір идея болып, ертегі жақсы көрінеді, давай бүйтейік деп, оған өткен былай ішкі несі керек қой. Бірақ біз бұл модельдің жұмыс істемейтіндігін 70 жыл бойы көрдік те, осының зардабын өзіміз қатты шектік. Қазақ халқы негізі кезінде байда бір кедейде бай халық бар халық болды ғой. Бірақ қазақ халқына кедейде бай да зардап шекті осы системадан. Өйткені кедей бір бай күшті болып кеткен жоқ бізде. Кедей аштан өлді. Байлар малынан айырылып, қашатыны қашып, қалғандар атылып, олар өлді. Бай да өлді, кедей де өлді қазақта. Сонда бұл байдың малдарын тартып алып, үлестірейік деген әңгіме жұмыс істеген жоқ. Бізде бұл жұмысты жаңа жүйелі түрде бірінен тартып алып емес, заңды дұрыстап, жаңа экономикалық еркіндік, демократияны беріп, өзінің бизнесін ашқысы келіп істейтін адамдарға мүмкіндік беріп, жаңа адамдардың кішкене аяқтарын көтеріп осы жолмен жүру керек. Анау революциялық жол бізге ол келмейді. Бізге эволюциялық жол керек, және түсінік керек. Осы жолға түстік деп ойлаймын. Сондықтан бізде бір алшақтық болашақта азаяды. Сосын бізде енді бір жаңа түсінік елге, халыққа жаны ашу түсінігі кішкене пайда болатын сияқты бір ол әлеуметтік жауапкершілік деген ұғым бар. Сол бай адамдардан өздеріне ақырындап соңғы кездері мен байқап жүрмін. Байда тек қана ақшаны сыртқа шығарып құрту емес, қазір көбісі жаңағы қайырымдылықпен айналысқысы келетін енді ана өмірге барғанда жаңа не деймін, жаңа қандай өзім артында багаж қалды деген сияқты мен кішкене байқап жүрмін. Ақырындап пайда болып кетір. Сол үрдіс жақсы үрдіс. Жақсы, енді жаңа әңгімеміздің басын жеке адамдарды кредиттеу туралы бастадық қой. Енді шағын және орта бизнес деген не бар? Жалпы мамандар кредиттің 60% жеке тұлғаларға, 40% кәсіпкерлікке беріліп жатыр дейді. Тіпті мынау мәжіліс депутаты Берік Бейсенғалиев осы жыл басынан бастап осы шағын орта бизнеске бөлінген кредиттеу төмендеп бара жатыр дегенді айтты.
Жалпы енді сұрақ, жаңа өзіңіз жоғарыда айттыңыз ғой, бұл инфляциямен күресеміз деп бизнесті өлтіріп алып жатқан жоқпыз ба? Ол бар. Екінші, негізі біздің идея бойынша базалық ставка жоғары болса да, даму қор арқылы бизнеске субсидияланған кредит беру идеясы бар ғой. Қазір ол жұмыс істейді. Негізі идея сондай болған. Я базалық ставка жоғары, халық кредит алса, жоғары ставкамен ала берсін, алуын тоқтатсын. Ал бизнес, шынымен бизнеспен айналсам дегенде, біздер 6%-мен берейік деген идея бар. Ол жұмыс істейді, бірақ оның проблемасы одан барлығы өте алмайды. Сол үшін бізде жаңағы бизнеске, кәсіпкерлікке берілетін кредиттердің жаңағы үлесі азайып кетуі, жаңағы халыққа берілетін кредиттер көбейіп кетті, жаңағы үлесті жеп жатыр, біріншіден. Екіншіден, даму қоры жаппай бәріне бірдей кредит беріп жатқан жоқ. Онда жаңағы қаржыландыру мәселесі бар. Оның да өзінің процедуралары, еді кез келген адамға бере алмайды олар, өйткені мемлекеттің ақшасы ғой. Бұл жақта жаңағы үлкен бақылау бар. Бақылаудан өту керек, оның барлығын жаңағы нету керек, кәсіпкер өзі үшін кәсіпкерлігін дәлелдеу керек, мониторинг бар, сосын шынымен сен ақшаны соған салмай келіп қарайды, оған адамдар керек. Сондықтан бәріне бірдей жаппай бере алмайды. Сондықтан бізде кішкене кәсіпкерлік жағы азайды. Идеалды тұрғыда базалық ставка кейін инфляция төмендейді 5%-ға дейін, базалық ставка түседі 7%-ға дейін, сонда кредиттер 9% болып қалады ғой. 9-8% болсын бәріне. Ортақ жалпы банктердің беретін кредиттері сөйтіп түссе, болды, онда ешқандай мемлекеттік бағдарламаның да, субсидияның да ненде керек жоқ. Кәдімгі банктен кез келген кәсіпкер өзінің оп-оңай кредитін алып жүре беретін. Біз сондай жағдайға баратырмыз. Бұл институционалды, фундаменталды нарықтың жағдайы. Біз қазір нарықты қолмен нетіп отырмыз, бүйтіп көмектесіп қолдап бүйтіп. Бірақ қолымызды алып қалсақ құлап қалады. Сондай болып тұр қазір. Біз қолымызды алғанда құламайтын өзі жүретін болу керек. Біз сондай жағдайға жеткіміз келеді қазір. Бизнеске қатысты тағы бір түйткіл, бұл қосымша құн салығы дегенді енгізді. Оның өзі 12%-дан 16%-ға өсу мүмкін деген дерек айтып жатыр. Жалпы бұл отандық бизнестің бәсекеге қабілетті болып қалыптасуына көмектеседі деген министрліктің пікірі дұрыс па? Және осы құн салығының өсімі шағын орта бизнеске қалай әсер етуі мүмкін? Біздің бизнес біздің үмітімізді ақтаған жоқ. Негізі классикалық тұрда еді, кәдімгідей жағдайда бизнес жұмыс істеп, салығын төлеп, бизнес мемлекетке көмектесу керек, салық арқылы. Мемлекет оған тек қана бір заңдарын дұрыстап, сондай ыңғайлы жағдай жасап беру керек. Барлық елдерде солай, дамыған елдерде солай. Бізде осы бизнесті қолдау деген идеяны өзі бизнеске бюджеттен ақша беру деген кәдімгі бизнесті қол жайып бюджетке қарап отыратындай жағдайына жетіп қалдық. Олар кішкентай бала сияқты біздің бизнес. Мемлекеттен бер деп. Соны енді қараңыздар, соңғы 5 жылда мемлекетке бизнеске берген көмегі бизнестің мемлекетке төлеген салығынан 2 есе көп. Бізге ондай бизнес керек пе деген әңгіме туындайды сол кезде. Біз бизнеспен айналысыңдар деп бәріне ақшаны өзіміз беріп отырмыз. Керісінше бизнес салық төлеп бюджет толтыру керек еді. Сонда біз қазір бизнеске 2 есе көп ақша беріп отырмыз, бизнеспен айналысыңдар деп. Одан төлейтін салық сол тек қана жартысын ғана жабады. Бұл жағдай кез келген мемлекетті бір күні құлатады. Керісінше бизнес мемлекетке салық төлеп, өздері жұмыс орындарын ашып, сөйтіп істеу керек. Сондықтан ол кезінде жаңағы бізде бәрі бизнеспен айналысып, бәрі кішкене көркейсін, бізге бәрі келсін, инвесторлар келсін деген немен НДС төмен қойылған болатын. Ештеңе болмады. НДС-ін төмен қойылғанынан, жоғары қойылғанынан біз ештеңе ұтпадық. Сондықтан біз НДС-ті көтерген дұрыс. Өйткені бізде бюджеттің тапшылығын жабу керек. Қазір пенсияларда, әлеуметтік төлемдерде өсуде, оны немен жабатымызды білмей отырмыз. Мемлекет өте қиын жағдайда. Бюджетте ақша жоқ. НДС-ті көтермесек, НДС-ті көтерсек қосымша 3 триллиондай түсуі керек, 2,8, 3 триллион. Солда жаңағы халықтың, енді сол НДС, ол халық бизнеске салынған салық, сол халыққа берілетін, көбейетін айлықтар сол есебінен жабылатын болады. Басқа амал жоқ. Өйткені ұлттық қорымыздың несі анау, жағдай анау, біз оны 100 миллиардқа жеткізе алмадық. Сол 57-59 арасында әрбір жүрміз. Көп аламыз, қайта аламыз. Мұнай бағасы түсіп кетсе, ертең ұлттық қордың қалай өсетіні белгісіз. Одан айырып қаламыз ба деген қауіп туындайды егер мұнай бағасы құлайтын болса. Сондықтан қазірден бастап осы біздің бизнес кішкене нақты реалды жұмысқа, салықтың кішкене көбірек болуына үйретіп, нету керек, баулу керек. Бізде теплицадағы помидор өсіресі сол сияқты, теплицадағы не сияқты да,
кішкене жарық өшіп қалса өліп қалады, жаңағы свет өшіп қалса жаңағы жылу болмаса өліп қалады. Әбден еркелеп, әбден субсидиялық игла дейді. Біздің бизнесті субсидиялық наркоман деп айтса болады. Субсидиялық наркоман болған бер, жаңағы субсидия бер деп жаңағы әйтпесе біз адамдарға айлық төлей алмаймыз деді. Негізі адамдар бизнесін өзіне керек деді. Өздері адамдар оларға жұмыс істейді. Ол адамдар жұмыс істеген бизнес пайда табады, содан салығын беру керек еді. Бізде жағдай кішкене басқаша болып кетті. Және бұл жағдайда тез арада түзету керек. Бизнес тағы 5 жыл осындай неге үйреніп алатын болса, ол ешқандай бәсекеге қабілет болмайды. Сырттан бизнес келіп, біздің бизнесті пашақ-пашағын шығарып, баяғысын жұтып қою мүмкін. Сосын сыртқа да шыққанда біздің бизнес әбден нендей жағынан жұмыс істей алмай қалған. Нарықтық бір нелер жоқ. Нарықтық бір жұмыс принциптер жоқ та. Тек қана мемлекетке хат жазып, мемлекеттен ақша сұрап, субсидия бізге көмектесіңдер деп. Өздерінің жаңағы бізде Атамекен несі бар ғой. Меніңше Атамекен институционалды стратегиялық тұрғыда біздің экономикаға қарсы жұмыс істеп жатты. Өйткені олар кәсіпкерлердің барлық несін алды да мемлекетке. Ананы бер. Заңдық бойынша мен келсем, заңдық тұрғыдан тексеру бәрін алып тастауға болады. Мысалы, Атамекен сонымен айналысу керек еді. Ол бірақ сосын субсидия сұрап, жаңағы субсидиялық мәселелермен көп айналысып кетті, мемлекеттен ақша сұрап. Сол кезде біз кішкене еттік. Бизнесте тексеруді мен келсем, бизнес тексеру тоқтату керек. Тексерген кәдімгі ұсақ-түйек жаңағы нелер бойынша экология, жаңағы не келеді, өрт сөндірушілер, жаңағы тағы архитекторлар сөйтіп келіп бізді осы бір үлкен армия бар, тексерушілер армиясы. Экономикамызды арқаға тартып жатқан. Негізі сол жақты қысқарту керек те бизнеске керек. Біз сендер тексермейміз, тиіспейміз, бірақ ақша да бермейміз, салықтан төлейсіңдер. Болды. Салықтар міне 16% НДС-қа шықсаңдар. Дробление бизнеса деген болмау керек. Қазір бізде бар ғой, НДС-қа шығайын деп жатса, ой бизнес екіге бөліп жүреді. Тағы бір тоғаш жасады да. Субсидияны. Иә, сөйтіп бүйтіп бөледі де, соны налоговый оптимизация жасай салды. Оны да тоқтату керек, өйткені онда НДС көтеріп қажет қанша екен, олар НДС төлемейтін болса, екеуі бөліп тастайды. Сондықтан ол мәселені тоқтатып, бірақ гарантия беру керек. Сендер НДС төлегенде біз сендерге мынандай гарантия береміз. Бірде-бір тексеруші қайта-қайта келе беретін оның бәрін тоқтатамыз. Бұл тексерушілердің армияларын бәрін қысқартып тастау керек те. Негізі бізде осы тексерушілерді өте бір 10 есе қысқартып, тексеріш орталық ең маңызды қажетті заттар тексерсін, тек қана бір үлкен жерлерге барып. Қайта-қайта шағын бизнеске, кафелерге кіріп, анаған кіріп, бәрін тоқтатып тастау керек. Сол кезде ғана дұрыс боламыз. Жақсы, енді біз мынау цифрлы теңгеге қосыламыз деген болжам бар. 2024 жылдан бастап білесіз. Енді осы қадам жалпы коррупцияны, көлеңкелі экономиканы, бюджет қаржысын жымқырылу мәселелерін толық шеше ала ма? Шеше алады. Ол программируемый токен деп аталады. Цифрлы теңгенің ізін көріп отыруға болады. Мысалы, бір теңге шықты ма, тура сол теңге, ол қайда кетті? Бәрін көріп алады. Эмиссия жасайды. Эмиссия деген ақшаны шығару. Цифрлы теңгенің идеясы, ол сол теңге тек қағазға басылмаған. Сонда біз біріншіден теңгені қағазға басу, оны нету несіне алып тастаймыз өзімізден. Ол өзі біраз шығындар, ол қағаз алу керек, банкнот арнайы қағаз, оның қорғаныш нелері бар, оның арнайы бір цехтарда ол бояуы бар, барлығы, ол бір теңгені шығарудың өздік құны бар. Мысалы, бір қағаз теңге шықты ма, ол банкноттың ішінде бір 18 тиын не болып тұру мүмкін. Расход уже. Цифрлы теңге бізді содан құтқарады да, бұл кәдімгі цифрлық заманда қазір ешқайсымыз қағаз ақшаны көп ұстамайтын болдық қой. Біз енді ірі қалаларда ұстамаймыз. Бұл да сол теңгенің просто цифрлы эмиттелген түрі. Оны да мысалы орталық банк шығарып өзіне етіп отырады. Цифрлы токеннің бір жақсысы, интернет болмаса да біз бір-бірімізге ақшаны аударып береміз телефонмен. Екіншісі, цифрлы теңгені ең бірінші әлеуметтік төлемдерге бекітеді да. Сол кезде оның өзінің бір төлей алатын жерлері болады, төлей алмайтын жерлер. Мысалы сізге пособие келіп түсті цифрлы теңгемен. Сіз барып нан аласыз. Нан түсіп, сондай алуға болады. Жаңағы жолға төлей аласыз, автобусқа. Бірақ мысалы кафеде шөтін төлей алмайсыз. Мысалы, ол кафеге берген ақша емес қой. Кафеге барып, ресторанға барсын деген берген ақша емес. Соны ана жерде өткізбей қояды, мысалы токен. Ол жаққа өтпейді. Демек, ол белгілі бір ақшаның мақсатты түрде жұмсалуын қамтамасыз ете алады. Ол біріншіден. Сонда біз саған осындай нәрсеге бердік па, мысалы бизнеске де, осы кірпіш сатып ал деп. Сен тек қана кірпіш сатып аласың деп, цифрлы теңге жасап бере алады оған. Ешқандай не жоқ. Екіншісі жемқорлық. Біз жаңағы ақшаның қайда кеткенін, ең түбі ол ақшаның қайда кеткенін көріп отырады. Анаған барды, онаған барды, мынаған барды, мынаған барды, мынаған барды. Сол ана жақтан сол ақшаны қайтарып алуға болады. Онда жемқорлық, барлығы цифрлы теңге болса, онда жемқорлықты бір 3 айдың ішінде толық жоқ қылуға болады. Жақсы, енді мынау жыл сайын депутаттар айтып жатыр, мемлекеттің қарызы өсті, жаңағы
халық енді бұл нәрсені көп түсінбейді ғой. Жаңағы бізде 20 миллион халықтың басына бөліп әрқайсымыз осындай қарыз екенбіз дегенде дүниелер айтылды. Жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы туралы сізде қандай дерек бар? Және осыған қатысты Қазақстанға төніп тұрған қауіп бар ма қазір? Қазақстанға сыртқы қарыз бойынша төніп тұрған қауіп жоқ. Біздің ішкі жалпы өнімнің 30% біздің мемлекеттік қарыз. Сыртқы қарызда екі түр болады. Жалпы сыртқы қарыз. Оның біздің қатысымыз жоқ. Мемлекеттік қарыз деген бар. Мемлекеттік қарызға бәріміздің қатысымыз бар. Ол енді ішкі жалпы өнімнің 24%-ында қазір. Осындай бір өзінің шегі бар. 30%-дан асып кетпеу керек деген. Қазір 24-ке жетіп қалдық. Қарызды алмасақ та болмай тұр. Жыл сайын жаңағы бюджет дефициті 4 триллион 3,5 триллион теңгедей. Бюджеттің тапқаны мен шығысының арасындағы минус. Оны енді қаржы министрлігі бірдеңкемен жабу керек. Оның жартысын ұлттық қормен жабамыз. 2 триллиондай алып, қалғанын жаңа қарыз. Бірақ бір жақсы біздің жаңа қарыз дегенде, мемлекеттік қарыз дегенде, мемлекеттің қарызы көбісі ішкі қарыз. Ішкі қарыз дегенде ішімізде өзі жаңағы қаржы министрлігі қор биржасына облигациялар шығарады. Мекам деп аталады. Сол ішкі ол облигацияны мысалы біздің жаңағы компаниялар, страховой брокерлер, банктер сатып алады. Ол облигация сатып алады, сонда олар қаржы министрлігіне қарыз берген деп есептеледі. Шамамен қазір 15%-тен мысалы жылдық ставкасы. Сонда қаржы министрлігі осы ақшаны жинап алады, облигацияны сатып, содан кейін жаңағы бюджет жаңағы нелерін жабуға жұмсайды, дефициттерін. Осы ішкі қарыз. Бізде жалпы мемлекеттік қарызының үлесінде ішкі қарыз көпті, ішкі қарыз теңгемен. Сондықтан теңгемен ішкі қарыз ол мемлекеттің тұрақтылығына ешқандай бір әсер жоқ. Ал сырттан келетін біз сыртқы үлкен фондтардан алатын қарызды біз соңғы жылдар тоқтаттық. Көп алмаймыз. Енді көп болса бір проектілерге тікелей нысаналы бір жол салуға, не болса ЕБРР сондай алынады. Бірақ ол өзіміздің кейін ақындап жабады. Сондықтан сыртқы қарызымызда ішіндегі сыртқы қарызымыз көп емес. Мемлекеттік қарыз ішінде ішкі қарыз басым. Ол ішкі қарыз ешқандай бір тұрақтылыққа әсер етпейді. Тек қана жыл сайын осы қарыздың көбеюі, ішкі қарыздың көбеюі алаңдатады. Ол демек біздің доходымыз, табысымыздың өсуі біздің шығысымыздың өсуіне қалып баратыр. Бізде былай табыс, шығыс шығысымыз тез өсіп баратыр да, табысымыз аз өсіп баратыр. Осы арашылық арасындағы спред дейді, осы өсуде. Сол мені алаңдатады. Біздің табысымыздың өсуіміз, шығысымыздың өсуі бірдей жүру керек. Сөзде арадағы дефицит 3 триллион ба, сол қалады ғой, 3 триллион тұра береді. Сонда қарызымыз бір реті. Бізде сол арадағы дефицит өсе береді, 3 триллион болды, содан 3,5 триллион, содан 4 триллион жыл сайын сөйтіп өсіп баратыр. Соны тоқтату керек. Өзіңізге оқып берейін. Ұлттық экономика министрі жаңа бюджет кодексіне сәйкес ұлттық қордан берілетін нысаналық трансфертті тек маңызды инфрақұрылымға пайдалануға шектеу қойылады деді. Енді бұл дүние ұлттық қордан алынатын қаржыны азайта ма, жоқ көбейте ме? Оның барлығы бюджетте жазылады. Ұлттық қордан екі не бойынша алады. Біріншісі бюджеттік трансферт. Бюджеттік трансферт 2 триллион. 2 триллион теңге ол неге кетеді? Пенсия төлеуге. В общем, біздің зейнеткерлердің ақшасын біз ұлттық қор арқылы төлейміз. 2 триллион теңге, 2 триллион теңге жылына кетеді. Тағы бір алатын не бар, ол нысаналы деп еді, ол жаңағы президент тапсырма береді ғой, мынандай жол салынар, мынандай істейік деген сияқты, соған жұмсалады. Енді нысаналы трансфертті баяғыда мысалы андай бір бәріне бір не берейік, бір төлем берейік, немесе амнистия жазып кредит жабайық дегенде сол нысаналы трансферттер сондай жұмыстарға етеді. Енді тек қана нысаналы трансфертті үлкен жол, көпір, соған ғана жұмсалсын деп отыр ғой. Сонда нысаналы трансферт бізде бір нақты инфрақұрылым деген не, ол бір құрылыс қой, үлкен құрылыс. Мысалы жол ол инфрақұрылым. Немесе газ құбыры ол инфрақұрылым. Тек қана сондай нәрсеге жұмсайық деп отыр. Сонда басқа қаржылық жұмыстарға емес, тек қана бір үлкен құрылысқа бізге керек нәрселерге жұмсалатын болады. Мысалы трансферт. 1,6 триллион мысалы бізге тағы бір мұнай құбырын салу керек, мысалы соған жұмсалатын болады. Немесе бізге бір Түркменстан мен Қазақстан арасындағы автомобиль жолды салу керек, транзит жасау керек, соған керек болады. Сондай нәрселерге жасаймыз. Жақсы, енді Ресей білесіз өзіңіз біздің әлі де болса негізгі сауда серіктесіміз осы ел.
бұл қос ел арасындағы сауда айналымы өте үлкен. Жалпы қос ел арасындағы сауда айналымы қазір таңда қалай өзгерді? Ресей бойынша енді ресейдегі санкция, ресейге салынған санкция, оның сыртқы сауда айналымын түбегейлі өзгертті. Бізге қатысты, мысалы біздің Ресейге экспортымыз өсті. Ресейден келетін импорт қысқарды. Баяғыда ондай басқаша еді. Баяғыда бізден бізге келетін импорт Ресейден көп болатын. Біздің Ресейге жібергенімізден гөрі. Санкциядан кейін бірден жағдай өзгеріп кетті. Біз қазір Ресейге көп жібереміз товар, ал Ресейден аз аламыз. Біз Қытайдан көп алатын болдық. Енді біздің негізгі импорттық серіктесіміз нөмір 1 ол Қытай. Ал жіберетініміз Ресей. Біздің экспорттық серіктесіміз, сондықтан санкциялар әрине бізге кішкене жағымды рөл ойнады. Ресеймен мысалы сауда балансы біз жаққа қарай не бере бастады, плюс бере бастады. Бірақ қаншалықты бұның барлығы ұзақ тұрады, өйткені санкциялық режим қаншалық уақыт тұрады. Сосын Ресей өзінің ішкі экономикасын жаңа қазір қайта құрылымдағы өзгертуге тырысып жатыр ғой. Осы процесті ол қашан аяқтайды? Содан кейін Ресей жаңағы бізбен қандай сауда режимінде болады? Ресей мысалына одақтан шығып кетпей ма? Мүмкін Ресей өзінің ішінде жауып, экономикасын жауып, өзі жабық экосистема құрамы, осының барлығы түсініксіз болып тұрды. Ресейге біз тәуелдіміз азық-түлік бойынша. Мысалы, Ресейден келетін, біздің Ресейден алатын импортымыз көбісі ол азық-түлік. Оның бір себебі Ресей біз жейтін тамақтар шығарады. Мысалы, басқа елдер бар, Үндістан болсын, Қытай болсын, олардың товарлық, сонда сұрақ болды да, не үшін біз олардан көп азық-түлік алмаймыз деп. Бірақ олардың экспортқа шығаратын азық-түліктік типтері ол біздің тамақ жеу корзинасына, біздің мәдениетімізге келмейді. Бұл соя болса Қытайдан бізге қазір соевый ұн көп келуі мүмкін, керек болса бізге. Бірақ біз соя ұнын жемейміз ғой. Бізден Ресейден жаңағы гречка дейді, жарма ғой. Бізге сол керек, біздің адамдар сол гречканы жеп үйренген. Сосын Ресейдегі жаңағы қант. Біз қантқа тәуелдіміз, қантқа әлі өзіміз ішкі неміз жаба алмадық. Қант бойынша, қантқа біз Ресей бойынша түгел тәуелдіміз. Сосын сүт өнімдері, мысалы Қытай олар сүтпен нетпейді, олар сүтке олар нелер жоқ. Олар сояның сүтін ішеді, немесе сүт ішпейді олар тіпті. Сүт, ірімшік, сыр дейді ғой. Сыр, ірімшік, Ресей мен Беларусьқа біз толық, мысалы, сол жақтан алдырамыз. Өйткені өзіміздің неміз жаба алмайды, біздің немені. 100% жаба алмайды. Сосын шұжық қалбаса дейді. Қалбаса бойынша мысалы Ресейге төл, Ресейден не келеді. Сол позициялар өткен біздің жейтін енді кезде бір үлкен бір елдік болдық па, әлі неміз жақын ба, сол біздің жейтін нелер бір дейді тамақтарымыз. Сондықтан біз Ресейден аламыз. Ал Ресейден азық-түлік азаятын болса, және біздікілер өзінің жаңа несін жаба алмайтын болса, бізде бірден дефицит болып, қайтадан тамақтың қымбаттауы етеді. Сонда Ресей бізге осы азық-түліктік, қазір біз толық өзіміздің неміз жапқанша, Ресей бізге азық-түліктерін тоқтамай беріп отырса, ол жаман емес, экономикалық тұрғыда ол жаман емес. Бізде ойлау мүмкін, неге өзіміз шығармаймыз деп, жоқ, қазір бізге тамақтың қымбаттап кетпеу бірінші керек болып тұр. Ол кәсіпкерлік екінші орында. Бірінші халық жейтін тамақтар көп болсын, арзан болсын. Осын жасап алайық. Сол кезде кішкене ақындап сатылай істейміз. Бізде осы моменттерді кейде ескермей шекараны жауып тастайық, өзіміз ғана шығарып өзіміз жейік дегеннің ол болмайды. Ол бірден дефицит, бірден алыпсатарлар пайда болады, бірден жаңағы қоймалар жаңағы баяғыдай 90-шы жылдарға сөрелер бос болады, осындай жағдайға қайтып келеміз. Сонда азық-түлік мәселесіне келген бұл стратегиялық мәселеге келгенде біз жаңағы экспортты көпте ойламай өзімізге және сырттан арзан азық-түлік болмаса келе берсін, тоқтамай. Мен негізі өзім ұстаным солай, азық-түлікпен вообще қыспау керек. Қандай азық-түлік бар, бәрін келе беріңдер. Арзан алып келдер, арзан болса халыққа арзан тамақ керек қазір. Біздің ең бірінші күресетіміз кедейшілік, халықтың жағдайы инфляция. Осы үшеуімен жасап алайық деп айтамын. Жақсы, енді экономиканы біраз қаузадық. Енді мынау бір тағы да бір әлеуметтік жазбаңызда жазыпсыз. Жолдағы қазақ, екі үміт, бір береке деген тақырыппен аудандар тәуелсіздігі, блоктық бюджет, әкімдер сайлануы, жергілікті НДС турасында айттыңыз сол жазбаңызда. Енді Қазақстан жарқын болашаққа жету үшін не істеу керек? Бізге мұнайдың тәуелден кету біздің арман болып тұр ғой. Жарқын болашақ бізде әр өңір өзінің бір несін тауып, экономикалық бір басымдығын тауып, соны іске асырып, әр өңір бір тәуелсіз болса, ортақ бюджет болмаса, бізде қазір республикалық бюджет орталықтандырған ғой. Соның бәрін орталықтандырып алып тастау керек. Әр өңір өзі шешу керек.
өзі ақшасын жинап, ол ақшаны не істейміз? Өзіміз, өз халқын. Өңірлер арасындағы конкуренция, экономикалық конкуренция пайда болса, анау өңір салықты күшті жинапты, мынау өңірдің экономикалық өсім былай екен деп, әкімдер жаңағы экономист болса, әкімдер бір-бірімен жаңағы сол жағы жарысса, әр өңір несі күшті болып, жолдар салынып, әр өңір өзіне реклама жасап, бізге келіп тұрыңыздар, бізде мынандай, бізде жол күшті деп, бір-біріне адам тартып сөйтсе, бізде бәрі бір орталыққа қарап, президент әкімшілігіне қарап үйреп қалғанда, олар не дейді екен деп отыра береді, ешкім біледі ғой өйткені бір 2 триллион келеді, мысалы 200 миллиард келеді, жаңағы күзде келеді, соны бұл бәрін Excel'ге файлға салып қойған, соны жібере салады, аяғын алып отырады. Ешкімде ешқандай мотивация жоқ. Сондықтан бізде кішкене еліне жаны ашитын, және бірақ жаны ашқаннан бөлек, соны жұмыстың қалай істейтінін білетін адамдар болса, әр өңірге солар бас болып келсе, ол шын сайлау идеясы егер ешкім араласпай сайлауға, сайлау шын өтетін болса, және адамдар осы білетін жұмыс істей алатын, олар айтса, мен келіп осылай істеймін деп бағдарламаны таныстырып, халық оларды сайлап, олар шынымен де халықпен жұмыс істеп, жаңағы өзінің уәделерімен орындаса, әр өңірде сөйтіп бір қозғалыстар, бір нелер пайда болса, ана жақта халық сайлаған әкім, нашта мысалы мемлекет сайлаған әкім, бірақ халық сайлаған әкімнің өңір күшті болып дамып жатыр да, сол кезде үлкен не болады, мемлекет түсінеді, халықтан сайлау керек, жаңағы адамдар өздері бағдарламасын түсініп, ол үшін бірақ халықтың да көзі ашық болу керек, өйткені популизм өте көп қой бізде, керемет, қазір бәріңді пенсияларыңды $1000 аламын деп біреу шықса бәрі дауыс берсе, ол міндет, ол мүмкін емес нәрсе, ол фундаменталды мүмкін емес, ешкім пенсиясын ешкім $1000 қалмайды. $1000 төлеп беру үшін пенсияның бәріне, онда ұлттық қорды бір айда құртамыз, онда былай айтамын, ұлттық қорды бір айда жереміз, бітті, бізде одан кейін ештеңе болмайды. Сол сияқты бізге енді осы өңірлердегі бір инерттілікті, бір ұйықтап жатқан, қалғып, мүлгіп жатқан бір қазіргі жағдайды кішкене бір серпілтіп жою керек. Осыған саяси реформа, әкімдердің жаңа несі, сайлауы үлкен көмек береді. Жақсы, енді біздің жобаның атының өзі Бағдар аға. Біздің дәстүрлі сұрақ, жалпы Қазақстанның саяси һәм экономикалық бағдарына көзқарас қалай? Қысқа жауап берсек. Қазіргі кетіп бара жатқан жолымыз дұрыс жол ма? Ояну жолы қателікті түсіну жолындамыз қазір. Қателікті түсінген адам сол қателікті реттеуге бір әрекет етеді. Біз ойымша 2025 жылдан бастап сол әрекетке көшеміз. Қазір қателікті түсіну жолындамыз, 2025-ке дейін осы кезеңде боламыз. Бағдарымыз осы қазір. Жақсы, рахмет. Айбар мырза, аха, сұхбатқа келіскеніңізге. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, осымен біздің кезекті сұхбат тамам. Жақсылық Зейнеш, жақсылықта жолыққанша ағайын. Жақсы.